Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер. Біздің бірінші сабағымыз, яғни бірінші урок. Біздің сабағымыздың тақырыбы теодолит, лейка-тахеометр. Яғни теодолит ол ескі түрі, қазірінен электронный вид, ол тахеометр лейка. Бұл тахеометр лейканың бірнеше түрі бар. TS06, TS07, 10 солай көп видтарға бөлінеді. Бүгін біздің тахеометріміз ол TS09 плюс деп аталады. Яғни приборда жазылып кеткен екен. Бүгін характеристика, яғни тахеометрдің полный құрылысын айтып өтеміз сіздерге. Ең бірінші ручка деп аталады, яғни қолға өте ұстауға ыңғайлы. Яғни егер де тахеометрді орнатқан объекті болған кезде басқа жерге көшу үшін осы ручка арқылы қолдануға болады. Және бұл ручканы алып тастауға да болады. Ол зажимный винт деген, бұл қара зажимный винт болады. Осының көмегі арқылы бұл ручканы алып тастауға болады, орнатуға да болады. Және келесі ол бізде визир для предварительного наведения деп атайды. Бұл екеу болады, астыда және үстіде. Өйткені біз круг левый, круг правый деген съемка жасайтын болсақ, оны келесі сабақта айта кетеміз. Сол кезде осының көмегімен біле аламыз. Бұның пайдасы бізге бір точканы ататын болсақ, сол точканы тезірек тауып алуға көмектеседі. Және де біздің келесі айтып өтетініміз бұл линза объекті лазерный указатель, яғни бұл да тоже келесі тақырыптарда айтылады. Лазер түскен кезде осы жерден шығады лазер. Және де келесі бізде фокусировочный винт деп аталады. Бұл фокусировочный винт деп аталады. Бұнымен жәнегі наблюдать еткен точкамызды жақындатып, алыстатып, нақты көруге болатын винт. Енді бұл винт ол бізде сетки нитей осы винт. Өткені егерде бізде күн жарық болса, ол жерде сетки нитей көрінбей қалуы мүмкін. Ол плюс тәріздес болып келеді сетки нитей. Сондықтан осы винттің көмегімен оны анық қылып көрсетуге болады. Осы винттің көмегімен, яғни оны нақтылап келтіруге болады. Және де келесі бізде айта кететін жай ол цилиндрический уровень дейді. Бұл цилиндрический уровень тахеометрде екі жерінде болады. Біріншісі мына жерде орналасқан, екіншісі триггер дейді. Яғни триггерде мына астыңғы жағында орналасқан. Триггердің өзі жеке алынады. Егерде приборды техника келіп қалса, допустим, жұмыста приборды алып, триггерді штативте қалдырып кетуге болады. Оларды келесі сабақта толық өтетін боламыз. Ол триггерді алып тастайтын арнайы нелер болады, винттар болады. Ол винттің артында орналасқан. Бұл винтті ашып жауға болады. Осының көмегімен приборды жеке триггерден алып тастауға болады. Және де бізде келесі айта кететін ол панель экран, яғни экран. Бұл экран кнопкалар орналасқан қасында. Бұл сенсорный экран, және басып кіруге болады. Және де кнопкалармен де басып программаларға кіріп өлшеуге болады. Келесі бізде болады ол винттар. Осы горизонтальный, вертикальный винт деп атауға болады. Бұларды точкаға наблюдать еткен кезде осы горизонтальный винт және вертикальный винтпен осының көмегімен точкаға нақты қойып алуға болады. Және де бізде Bluetooth деп аталады. Бұл коробка, бұны ашуға болады. Бұл егерде съемка жасаған кезде, съемка жасап келгеннен кейін осы жерге Bluetooth салып, немесе флешканың көмегімен съемкаларды, яғни точкаларды өзіміздің компьютерге скачать етіп, автокадқа салуға болады. Оларды келесі тақырыпта толығымен өтетін боламыз. Әр тақырыпқа жеке-жеке тіркелеміз. Және де бұл қызыл кнопка өшіріп қосатын, және қасындағы кнопка, ол дополнительный кнопка. Бұнымен съемкада жасауға болады, сохранить етуге болады, көптеген жұмыстарға пайдалануға болады. Және де біз триггер дегенді айтып өттік. Триггердің астында ол бізде подъемный винт деп аталады. 3 подъемный винт болады. Осы 3 подъемный винттің көмегімен тахеометрді осы цилиндрический уровеньге ровно қойып, араға жұмысты жалғастыруға болады. Әрине, егерде уровеньге қойылмаса, тахеометр істен шығады. Яғни, онымен жұмыс жасай алмаймыз, және де өлшеген затымыз қисық болып шығады. Және де келесі айта кететін жай, сіздерге бұл тахеометрде бізден сетки нитейдің қай
линияда орналасқанын білу үшін арнайы осындай белгі салып кеткен екен. Яғни сетке нитейдің осы белгіде тұрғанын, осы уровеньде тұрғанын білдіреді. Және де бізде соңғы қалғаны ол бізде аккумулятор, яғни батарейка. Бұл лейканың өзінде екі батарейкасы болады. Бұл міне жеке алынады. Бұны зарядтайтын устройстволарда бар. Әр тахиометрдің коробкасында екі батарейден болады. Және бұларды зарядтап, бұлардың өзі 24 сағат және одан да көп уақытқа жетеді. Бүгінгі тақырыбымыз осы. Тахиометр лейканы инструкциясын, құрылысын толықтай айттық. Келесі сабақта әр нәрсеге жеке-жеке айтатын боламыз. Экран, зрительный труба, уровень бәрін жеке-жеке тақырыпта өтетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, бізді көріп отырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.